Қайырлы күн. Бүгінгі қарастыратын модуліміз алдын ала тіркелу модулінің баптаулары. Бұл модуль пәндерге бірнеше сабақ түрлері бойынша онлайн тіркелу модулі болған жағдайда ғана жұмыс жасайды. Яғни жүйенің әкімшілік бөлімінде модуль лицензиялар бөлімін таңдаймыз, және де бұл бөлімде өзімізге қажетті модульдің лицензиясын орнатылған қараймыз. Яғни бірнеше сабақ түрлері бойынша пәндерге онлайн тіркелу және де алдын ала тіркелу лицензияларының орнатылуы қажет. Келесі баптаулар жүйенің тұтынушы интерфейсінде жасалынады, яғни оқу үдерісін ұйымдастыру бөлімінен жеке оқу жоспарды өңдеу модулін таңдаймыз және де реттеулер бөліміне өтеміз. Бұл бөлімде бізде келесі баптау қарастырылған, яғни негізгі тіркеуде тек алдын ала тіркелген пәндерді бейнелеу. Егер де біз бұл ұяшықты белгілейтін болсақ, онда тек білім алушы алдын ала тіркелген пәндер ғана бейнеленетін болады. Ал егер де бұл ұяшықты белгілемеген жағдайда, онда пәндер алдын ала тіркеуге тексерусіз бейнеленетін болады. Біз өзімізге қажетті мәнді орнатып сақтаймыз. Баптаудың келесі түрі ол оқу үдерісі ұйымдастыру бөлімінен академиялық күнтізбелер таңдаймыз. Және де академиялық күнтізбе бөлімінде қайта тіркелу мәнін қосуымыз қажет. Яғни өзімізге қажетті кезеңдерге қайта тіркелу мәнін қоямыз және де қайта тіркелудің аралықтарын көрсетіп академиялық күнтізбемізді сақтаймыз. Баптаудың келесі бөлімі ол сабақ кестесі бөлімінен кесте генератор бөлімін таңдаймыз және де реттеулер бөліміне өтеміз. Бұл бөлімде бізде келесі баптаулар қарастырылған. Профессор оқытушы құрам пәндерін бөлу кезінде пәндерді топтастыру. Яғни бұл жерде бізде екі мән қарастырылған, ол әрбір оқу нысаны бойынша бөлек және де әрбір академиялық дәреже бойынша бөлек. Бізде үнсіздікте әрбір оқу нысаны бойынша бөлек мәні қарастырылған. Егер де бұл мәнді таңдаған жағдайда бізде бір академиялық дәреже, бірақ та әртүрлі оқу нысандары жеке-жеке академиялық ағындарда отыратын болады. Ал егер де бір академиялық дәреже және де әртүрлі оқу нысандарын бір академиялық ағында көрсету қарастырылған жағдайда біз әрбір академиялық дәреже бойынша бөлек мәнін орнатамыз. Баптаудың келесі бөлімі ол профессор оқытушы құрам пәндерін бөлуде білім алушылардың максималды санын есептеу кезінде күтілетін қабылдауды ескеру. Яғни бұл ұяшықты орнату барысында қызметкерлер күтілетін қабылдау бөлімінде әр білім беру бағдарламалары бойынша, әр оқу нысандары бойынша қабылданатын білім алушылардың санын көрсетуі қажет. Және де бұл әр академиялық дәреже және де әр білім беру бағдарламасының әрбір оқу бағдарламаларының нысандарында оқу тілдері бойынша жеке-жеке көрсетілуі қажет. Және де оқу жоспары бөлімінде жаңа оқу жылына осы білім беру бағдарламасы бойынша жаңа оқу жоспары құрастырылуы қажет. Себебі бұл ұяшықты таңдау барысында жүйе құрастырылған оқу жоспарлары бойынша күтілетін білім алушылардың санын профессор оқытушы құрамның пәндерін бөлу модулінде ескеретін болады. Яғни егер де біз бұл ұяшықты белгілемейтін болсақ, онда жүйе профессор оқытушы құрам пәндерін бөлу модулінде тек қана білім алушылар тіркелген оқу жоспарлардағы білім алушыларды ғана ескеретін болады. Сол себепті қабылданатын жаңа оқу жылының білім алушыларының оқу жоспарындағы пәндері ескерілу үшін біз осы ұяшықты белгілейміз. Модульдің баптаулары осымен аяқталды. Бұл модульдің негізгі мақсаты ол білім алушылардың алдын ала қандай да бір таңдаған пәндерін және де оқытушылар бойынша қызметкерлер үшін жұмыс оқу жоспарларын құрастыруға және де жұмыс оқу жоспарларын шығару арқылы оқытушылардың оқу жүктемесін анықтауға мүмкіндік береді. Осымен алдын ала тіркеу модулінің баптауларына арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.